Армысыздар, құрметті отандастар. 10 маусым 2023 жыл сағат Астана уақытымен 17:20. Мына бірнеше күн болды. Абай облысында өрт шығып, орман жанып жатыр. 60 мың гектарға дейін жаңағы өрттің көлемі жетіпті. Енді мына азаттықтың бейнесі көріп тұрсыздар. 14 орманшымен байланыс жоқ, 3-і қайтыс болды деген хабар келді. Неке осындай шығын болып жатырмыз тағы да. Былтыр Қостанай облысында 40 мың гектарыма өртенді. Міне Тоқаев бұған әрекет жасаған сияқты болып, жаңағы 2020 жылдан бастап істеп келе жатқан Юрий Ильинді жұмыстан босатты. Оның орнында бір қазақтың жігітін тағайындапты. Енді біздің қазақтар бұған қуанып малақайларын аспанға атып жатыр. Сырым Шарипханов деген генерал мінекей жұмысына кірісіп жатыр. Бұл жерде мен қазір өзімнің ойыммен бөліскім келеді, достар. Мынау Ильинге келетін болсақ, Ильинде мынау Казачков деген бір не бар? Блогер. Сол жаңағы телеграм каналында жазып жатыр, Ильинді алып тастапты. Ильин мынау ең төменнен шықты, жаңағы осы пожарник жұмыс жасаған өрт сөндіруші. Сосын осы журналистерге жақын қай болса да уақытта оған қоңырау соқсан қарсы алады, бүйтеді. Бірақ көрдіңіз бе, жақпай қалыпты ғой дейді. Мынау ормандар өртенгеннен кейін жаңағы шыдамаған шығар дейді басшылар. Бұл жерде енді мен қазір ойым білдіртейін дегенім ағайын, бұл жерде мәселе мынау Ильинде емес, мәселе мынау қазақтың жігітін қойып жатыр. Ештеңе оңбайды, өзгермейді. Бұл қазір немен аяқталады? Мынау 17 облыстың қазір өкілдері, мынау осы министрліктің жаңағы қызметкерлері, облыстың басшылары, жаңағы өрт сөндіру комитеттердің, біз білесіздер өздеріңіз қазір, жаңағы система қандай, жүйе пара тасиды қазір. Сауда басталады, министрдің орынбасарлары неке сауда болады. Мынау қазір жігіт өзінің таныстарын, туыстарын тартады. Сөйтіп, облыстағы жаңағы басшыларын ауыстырып, ауыспайын десе, олар ақша беру керек. Міне немен аяқталады бұлардың жаңағы мынау өзгерістері. Ешқандай он нәтиже еліміздегі төтенше жағдай бойынша күресуге бұл әкелмейді. Ағайын, осыны түсініңіздер. Мен мынау 2018 жылы жазған бағдарламаны. Сонда айтқан, бізге 7 министрлік жеткілікті. Керек жоқ ешқандай мынау төтенше жағдай бойынша министрліктің. Қараңыздар, бұл мына жігіттің өзі көп тұрсыздар, генерал, мінекей қып-қызыл. Бұл министрлік жаңағы енді бұны алдында ашты ғой. Ғимараты бар, бұның орынбасарлары бар, көлік бар. Министрліктің өзін бюджеттен ақшаны әкесін танытып жейді. Мен бірнеше рет айтқаным бар. Бізде мынау елді басқаратын адамдар мынау санасы анау 1917 жылы құрылды. Шариков, Швондер, топастар деп мен теңестіріп атқаным. Тағы да бұл сіздер дұрыстыңыздар ағайын. Мен олардың бір жамандап, не болмаса бір мен қояншық сияқты көреді кейбіреулер, неге жамандап бересің? Анау 12 стульев деген жаңағы золотой теленок деген жақсы шығармалар бар. Сатира. Кезінде жазушылар жаңағы Евгений Ильф, Ильф пен Петров екеуі. Оның сыртында жаңағы мына собачье сердце деген Булгаковтың жазғаны бар. Жаңағы сол Шариков, Швондер. Ол жазушылар сол уақытта билікке келген адамдардың көрсетті. Саналар қандай? Топастар, Шариков, милері дұрыс істемейді. Дым көрмеген, ешқашанда мындай биік деңгейде ештеңені жұмыс жасамаған, көрмеген меңгермейді. Лениннің сөзі бар ғой, кухарка мемлекетті басқарады деп. Ол немен аяқталды? 2 жылдан кейін халық қырылды, аштан қырылды. Бұлар не істеді? Мынау коммунистер билікке келді, бүкіл жаңағы мынау элита дейді, жаңағы енді өзі саласында, қай болса да салада өз мамандар болады. Олар да мінекей бай, кулак, халықты алдады дейді, қырды, өлтірді.
Сосын қарапайым адамдарға бергенде олар ештеңе істемей қалды жұмыста. Міне сол тәсіл, сондай мінекей технология дейік, халықты басқару, мынау салаларды басқару сол уақыттан келеді. Чиновниктерді қоя салады, билік өзі жаңағы номенклатура ғой, мен айттым ғой, бізде билік жоғарыдан құрастырылады. Сөйтіп бұлар өзінің жаңағы лояльды, өздеріне лайықты адам қарамайды, ол жаңағы анау аймақта ол аймаққа жараса ма, оның жаңағы білімі бар ма, тәжірибесі бар ма, түсінігі бар ма? Жоқ. Өзім команда дейді. Енді қараңыздар, мен сөзім дәлелі. Мысалы, Тоқаев коммунист, ол қазір отыр ғимаратта 37.600 шаршы метр. Америка президенті қайсы басқарады? Халық 336 миллион халқы бар Американ, оның ғимараты, администрация президенті Американ 5100 шаршы метр. Сөйтіп, 7 есе Қазақстанның президентінің не бар, 19 миллион халқы бар, соның ғимараты. Қашанда халық санасаңыздар, бізде 19 миллион болса, 336 бөлсеңіздер, 17 есе халық үлкен. Және де Американ рөлі қандай, ол империя, ол жаңағы сыртқы саясатты бүкіл жерде жасап жатыр. 150 мемлекетте әскери базаларын ұстайды. Қараңыздар. Мынау ұрылар, Тоқаев, ол өзі отыр сондай президент әкімшілігінде ғимараты қайсы Америкадан да 7 есе үлкен президентінің. Ол бүкіл жерде сондай. Бізде облыстың әкімін, қаланың әкімінің ғимараты Америка президентінің ғимаратынан үлкен. Арқалықтың әкімі отыр кезінде облыстың әкімінің ғимаратында, 9 этажда. Президент ақштан оның ғимараты үлкен. Ол бұрынғы әкімнің жаңағы ғимараты тұр, облыс полкомдыққа тұр, соның қарамағында. Міне, қайда жатыр жаңағы мәселенің шешімі, достар. Бізге ешқандай керегі жоқ, бұны министрлерді, бұлар қазір айтқандай параны тек алады да, парамен бөлсет, жаңағындай басқа бітіретін ештеңе жоқ. Басқа бітіретін ештеңе жоқ. Бұлардың жаңағы министрліктердің жартысын жабу керек, құрту керек. Бұлардан қалғандарын жаңағы Тоқаевқа сол 3000 шаршы метр жетеді. Тоқаевқа осы қазір істеп жатқан жұмысы, қазір оның жаңағы пайдасына 3000 шаршы метр. Американы тағы да қайталаймын. Маған сенбесеңіздер, тексеріңіздер. 5100 шаршы метр президент Америки. Қараңыздар. Бұл сол баяғы айтып жатқан Шариковшина, Швондеровшина, сол жаңағы 12 стульев золотой теленокта жазылған, қашанда барсан әкімшілікке комиссия дейді. Мен қойдым ғой 18 жылы Бененні. 300 күн комиссия, күні-түні комиссия тоқтамайды. 300 күннің 150 күн комиссияда отырады жаңағы. Жұмыс жасамайды. Мына жерде бағдарламада 18 жылы мен жаздым. Қалай болу керек? Мынау төтенше министрліктің қажеті жоқ. Соның жаңағы облыстан аймақтарға олардың өздеріне билікті беру керек. Жергілікті әкімге. Солар министрлікке бөлінетін ақшаны сол өздері ұстасын, өздері білет. Мысалы, орман бар аймақтарда, орман өртіне қатысты сол құрал жабдық сатып алады. Басқа жерлерде енді бізде көбісі төтенше жағдай қандай өрт болады, пәтерлер. Ол жаңағы биік үйге, жаңағы баспалдағы бар машина, техниканы сатып алу керек. Бізде бүкіл жерде қазір орыстың боқтығы баяғыдан қалған. Міне қайда назар аудару керек. Ал сен мыналардың бір ай сайын, енді жарты жыл сайын ауыстырсан да, ол ешқандай нәтиже бермейді. Бұл тек коррупция, тағы да айттым. Орынбасарлары маған қазір вайдоқ жасайды, облыстың жаңағы 17 аймақтың басшылары сөйтіп, бұлар былығып ақша жинап жүреді. Олар жаңағы ақша жинау үшін мынаған бар бизнесмендерді қылғандырады, министр ауысты, мен жұмыста қалуым керек деп. Міне, мен сіздерге бір кішкентай бірақ министрлікте бір кадрлық өзгерісте түсіндіріп жатырмын. Система қалай? Система анау 1917 жылдан дұрыс емес келе жатыр. Ал оны өзгертетін ешқандай не жоқ. Мынау Тоқаев жаңа Қазақстан деп айтып, аңқау қазақ жаңа Қазақстан сәйкес емес қой деп соны бір ақмақтар сияқты қайталап жатыр. Қайдағы жаңа Қазақстан? Мынау коммунистер. Ол бір. Екінші, Тоқаевтың қолында мынау жалпы бюджет жағынан,
мына елімізде мынау төтенше жағдайын жаңағы қолға алу ма, ауыл шаруашылық па, өндіріс па, шағын бизнес па, мынау жолдар. Бұның ешқандай ештеңе толқындырамайды. Ол мына орыс әлемінің өкілі, ол осы орыс әлемінің тапсырмасы бойынша сол берген бұйрықтарын, әскери бұйрықтарын орындап жатыр. Мінекей, бірыңғай орыстың мүдделері заңдар шығарып, жұмыс жасатып, және Қытайға 10 минут, осы жеткілікті. Достар, бұның барын тоқтататын бір амал бар. Мінекей, халық таңдау партияның туының астына жиналыңдар. 1820 адам ғана түсініп тұр. Жоқ бізде саяси күш. Террорист мемлекетте саяси күш болуға, құрастыруға мүмкін емес. Тек мен жаңағы ұсынып атқан осы идеяда біз басымызды қосып халық өзгеріс жасата аламыз. Мен осыған шақырамын. Мына бейнені таратыңдар максималды өтініш. Мынау мінекей менің координаттарым халық таңдау партияның мінекей жұмысына, мынау каналдың жұмысына жәрдем жасаңдар. Бұл да бір күрестің сіздер жағынан үлесі болады. Партияға кіру, қаражатпен көмектесу. 1820 адамды біз қалай болса да 50 мыңға алып барамыз. Бұл жерде сіздердің рөлдерін ең үлкен зор. Мінекей 1820 адам кірдіңдер, тартындар, сөндіріңдер, ерінбеңдер. Әрине мен түсініп тұрмын, халық неге партия десе, неде осындай шошиды саясаттан. Себебі мынау мен айтқандай 18-ші жылдың аяғынан бастап әшкерелеп жатырмын. Бізде азаматтық қоғамда жалған адамдар, мынау биліктің жаңағы агенттері, ұлттық қауіпсіздік комитетінің агенттері. Міне мынау соңғы енді орыстың сөзі бар ғой, не было счастья, да несчастье помогло деп. Мынау беттер ашылды, Путин Тоқаевқа тапсырды, Қытайдың астына кіресіңдер деп. Мінекей 17-19 мамыр күні Тоқаев барып шарттарға тұрды. Сол шарттарға сәйкес қазір бұл Қазақстанды толық кімге, Қытайдың несіне беріп жатыр, ықпалына беріп жатыр. Мінекей сөйтіп қазір мына Тоқаевтың жаңағы несін жоспарын насихаттау үшін мынау қазақтар, аңқау қазақтар мына кімдерге Қытайдың қарамағына кіргізу үшін бұлар не істеді? Кім мынау Мұхтар Тайжан және Арман Шораев насихаттай бастады. Мінекей Қытайдан қорыққандар, Қытайға кіріңдер деп. Қашанда қай болса да қазақ біледі. Анау орта ғасырларда қазақтар білді. Қытайдан қауіпті жау орыс әлемі. Міне екеуі қанымызды сорып жатыр. Бірнеше ғасыр бойы орыстар қанымызды сорып жатқанда, енді мінекей мынау Украинадан жеңілгеннен кейін біз бұлар жығам деп жатқанда, мына сұмырайлар мінекей Қытайға жығып бермекші. Сөйтіп Путин мынау Тоқаевты мәжбүрлетіп, Тоқаев өзінің жаңағы тыңшыларын бетін ашты. Тайжан, Шораев. Бұған қуану керек. Енді алдайтын, халықты алдайтын адамдар азайды. Басқалар да сол. Осы ұлттық қауіпсіздік комитет, ал түбі ФСБ-ға жұмыс жасап жатыр ағайын. Осыны түсініңіздер. Олардың артынан еріп, алданып, біз сіздер 30 жыл жүрдіңдер, жалпы. Ал енді соңғы мінекей саяси ахуал өзгеріс болған 4 жыл ғой соңғы 4 жыл, 5 жылдың ішінде, мінекей осы Рысбек Сарсенбаев бар, Балташын, Бапи, мінекей парламентте жұмыс жасап жатыр, көрдіңіз. Қалай ол оппозиционер болады, қашанда ол ішіне кіріп, мына биліктің жұмысын жасап жатыр. Мынау Қытаймен байланысты, орыспен байланысты, сол жаңағы оппозиция деп жүрген Ринат Заитовыңыз, Бапи, мынау Қазыбек Иса, олар өздерін көрсетеді қазақтың жанашыры сияқты. Бірақ нақты, нағыз мынау ұлттық қауіпсіздік комитетінің тыңшылары, ал чері ол кім? ФСБ-ге жұмыс жасап жатқан адамдар. Сондықтан халқым, құрметті отандастар, алданатын уақыт енді өткен шығар деймін, жетеді. Міне бір саяси күш бар, қайсы мінекей толық, дұрыс саяси сараптама беріп жатыр 18 жылдан бастап. Бір қате болған жоқ. Және де ең бастысы біз жолды көрсетіп жатырмыз. Қалай қазақ қоғамы, қазақ халқы мына ахуалдан, ахуал қандай? Біз орыс әлемінің ықпалынан шыққан жоқпыз. Мінекей осыдан қалай шығатынын біз түсіндіріп жатырмыз. Тек осы идеяда біз тәуелсіздікке, азаттыққа ие боламыз. Осыны дұрыс түсініп, қорытынды шығарыңдар, дұрыс қорытынды
халықтандық партияның қатарына кіріңдер, күреске атсалысыңдар. Жаса қазақ, еркін қазақ.